Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Мен алдын медовый торт пісіріп салған едім ютубқа, соның ыстық кремді көбісі сұраған екен. Сол кремді қалай дайындау керек екенін сіздерге айтамын. Ол үшін 1,5 кесе сүтке жарты бокал шекер және де үлкен ас қасықпен 4 ас қасықтай ұнды електен өткізіп жақсылап араластырып аламыз бірінші. Осылай қасықпен бірінші араластырып аламыз. Бірден миксерге қоссақ, ұнымыз шашырап кетуі мүмкін. Миксер болмаса, үйде венчик болса, венчикпен, болмаса шанышқымен де жақсылап араластыруға болады. Ішінде түйіршік қалмау керек, міне осындай болу керек. Және оны газге қоямыз. Осылай венчикпен тоқтатпай араластырып тұрамыз. Сәл тоқтап қалсақ, ұны астына қарай түсіп кетуі мүмкін. Сол үшін тоқтатпай қозғап тұрамыз. Міне осындай қоюлықта болады. Жақсылап араластырып сәл суытуға қоямыз. Қатты мұздап қалмау керек, қатты ыстық та болмау керек. Енді торттың қоржықтарын осылай дайындап, жан-жағын пышақпен кесіп, домалақ етіп дайындап аламыз. Кесілген майда үгінділерін бетін себуге алып қаламыз. Менің каналымда осы қоржықтары қалай дайындау керек туралы видеосы бар, және оны описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Және қазақша каналды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді осындай үгінділерді алып, осындай пленкаға салып, үстін оқтаумен жақсылап еземіз. Майда қылып еземіз. Осылай езсеңіздер, өте әдемі болып шығады, майда болып. Пирогымыздың бетіне сепкен кезде де әдемі көрінетін болады. Міне қоржымыздың бетіне себуге ұнтағымыз дайын. Енді кремімізді жағып шығамыз. Міне осындай қоюлықта болу керек. Қатты мұздап қалмаған, қатты ыстық та емес, міне орташа. Осылай әр қоржықтың ортасына жақсылап жағып шығатын боламыз. Осылай арасына кремдерді жағып, 2 сағаттай салқын жерде қойсаңыздар, 2-3 сағаттан кейін шаймен жіберулеріңізге болады. Және кремнің қалғанын осылай қасықпен жанына да жағып шығамыз. Ұнтақталған қорждарымызды осылай жанына да бетіне де сеуіп шығамыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өз ойларыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Алдын ала рахмет.